Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы созылмалы бүйрек жетіспеушілігі. Сабағымыздың мақсаты зәр шығару жүйесінің құрылысын біле отырып, олармен жүргізілетін зерттеулерді тұжырымдау. Оқыту нәтижесі теориялық тұрғыдан созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің себептерін анықтау және диализ әсерінің себептерін меңгеру. Осы сабағымыздың бағалау критерийлері бүйрек жетіспеушілігі түсінігін иллюстративті түрде баяндайды, бүйрек жетіспеушілігінің созылмалы түрінің ерекшеліктерін сипаттай отырып, сұрақтарға жауап береді. Бүйрек жетіспеушілігінің ұсынылған сипаттамаларға сәйкес әр аурудың гипотезасын құрады және бүйрек жетіспеушілігінің өршуі барлық дерлік мүшелер мен жүйелерге әсер ететіндігін түсіндіреді. Бүгінгі сабағымыздың барысы 4 турдан тұрады. Бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы бойынша сіздерге арнайы жасалынған презентация, яғни көріп тұрғандарыңыздай созылмалы бүйрек жетіспеушілігі анықтамасы көрсетілген сіздерге. Яғни бұл бізде бүйрек қызметінің қайтымсыз бұзылу синдромы болып табылады. Бұл неден пайда болды, қандай себептер әсер етеді, қазір соның барлығын білетін боласыздар. Салдары жазылды сіздерге. Бүйрек жетіспеушілігінің нағызға басты себебі бұл 3 принципке негізделеді. Шумақтық аппаратын зақымдалу бүйректің, В немесе С вирусты гепатиті, 1 және 2 типті қант диабеті, буынның ұстамалы ауруы, безгек және созылмалы пилонефрит әсер етеді. Алғашқы кезеңде аурулардың қандай симптомдары, солардың барлығы сіздерге толық жазылды. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің сипатты белгілері, негізінен бауырлық зақымдану, және де созылмалы бүйрек жетіспеушілігін анықтау үшін зертханада қандай талдау жұмыстары жүргізіледі, солар сіздерге көрсетілді. Келесі бізде тапсырма Wordful платформасында сәйкестендіру тапсырмалар. Ал бастаймыз. Бірінші участоктан келіңіз. Тез келе қойыңыз. Екінші участок. Оксана. Келесі, үшінші участок. Төртінші участок келіңіз. Қалғандарыңыз қарап отырыңыздар, иә? Дұрыс қойылып жатыр ма, дұрыс емес па? Келесі бірінші участок қайтадан келіңіз. Енді жауабын тексереміз. Отправить жауаптарды жібереміз. Тапсырманың барлығы дұрыс болды. Группа келесі біздің орындайтын тапсырмамыз тест муз деп аталатын платформа арқылы осы тақырыпқа қатысты тест тапсырмаларын орындайтын боламыз. Яғни сіз жаңа сабақты қалай игердіңіз, соны анықтау мақсатында. Тест муз осы сайттың сілтемесін қазір сіздердің WhatsApp желілеріңізге жіберетін боламын. Іші осындай сұрақтар белгі қою арқылы белгілейсіздер. Түсінікті ма сіздерге? Ал орындаймыз. Группа осымен біздің топтасып жұмыс жасаған тест муз платформасында тестіміз аяқталды. Жауап бердіңіздер. Енді аяқтаймыз. Submit батырмасын басамыз. Дұрыс екен. 2, 3-ші сұрағымыз, 4-ші сұрағымыз, 6, 7. 7-ші сұрақтан қателеспіз. 7-ші сұрақ. Бүйректің жабық зақымдануына тән белгілер. Дұрыс жауап қайсысы болады? Гематурия дұрыс. Міне, көрдіңіздер ме, сіздерге белгі салынып тұр. Группа біздің тест муз платформасында орындаған тестімізді жеке куәлік әдісі арқылы бағалайтын боламыз. Пәннің атауын жазасыз, атыңызды жазасыз және қанша балл жинақтағаныңызды жазасыз. Ала қойыңыздар. Алыңыз. Келесі группа сіздердің участоктеріңізге 2-2 данадан микроскоп берілді. Біз микроскоппен жұмыс жасай аламыз, иә? Келесі, осы алдарыңызда микроскоппен сіздерге адамның бүйрегі мен қуықтан арнайы жасалынған, арнайы медициналық клиникадан сіздерге осындай бүйрек және қуықты алдыртқан болатынмын. Бұл препарат деп аталады бізде. Осы препарат
препаратты жарық микроскопының көмегімен қазір көретін боламыз. Бұл бізде боялған, көріп тұрсыздар ма, фиолетовый түсті. Бірақ біз фиолетовый демейміз, гематоксилин эозин бояуымен боялған. Осының ішінде барлығымызға жеткілікті осындай препараттарымыз бар. Қазір біз сіздерге таратып беретін боламын. 4-ші участоктен бастайық. Бұл препаратты ұстау, былай ұстайсыздар. Екі жанына тигізбей, болмаса осылай ұстайсыздар. Түсінікті ма? Қолымызбен көлденеңінен ұстамаймыз. Осылай тек шетінен ғана ұстаймыз, яғни біздің қолымыздың ізі мына препаратқа түспеуі қажет. Түсінікті ма? Олай болса бастайық. Мына жағын былай аласыз, ашып аласыз препарат сиятында етіп. Жарық өзі түседі. Еннен былай көтеріп бекітесіз екі жағынан. Қарайсыз. Келесі. Түсті. Қараңыздар. Келесі микроскоп кімде? Жұптасып бірге қараңыздар. Байқап ұстаңыздар, осылай да қарасақ, мына бүйрегіміз көрінеді, осыны енді микроскоптың астында қараңыздар. Міне келесі бізде, яғни көлденең кесіндісімен кесіп алынған, осы сыртынан ақ көрініп тұр. Енді біздің клеткалардан, яғни бізде бүйректің клеткалары гепатоциттер. Осыны көретін боламыз. Алыңыз, байқап ұстаңыз. Адам және басқа омыртқалардың құрылымдық бөлігі қай участок бірінші жауап береді соны? Жанерке, сіздің участогыңыз? Адам және басқа омыртқалардың құрылымдық бөлігі. Көрейік жауабын. Дұрыс екен. Отырыңыз. Келесі сұрақ. Қай участок бірінші жауап береді, соның жауабын қабылдаймыз. Келістік па? Келесі капсуладан және ирек бүйрек өзекшесінен тұрады. Оксана? Екінші участок? Нефрон кеңейтілген бөлік. Дұрыс. Келесі үшінші сұрағымыз. Қандайда бір зат молекулаларының белгілі бір шекарада жинақталуы? Төртінші участок? Абсорбция. Көрейік. Дұрыс екен. Отырыңыз. Келесі кері сіңіру үдерісі. Қай участок? Төртінші участок? Реабсорбция. Дұрыс. Отырыңыз. Келесі бесінші сұрағымыз. Бірінші реттік зар түсіру үдерісі қалай аталады? Үшінші участок айтыңыз. Бірінші реттік. Жауабын айтыңыз. Қате жауабыңыз. Отырыңыз. Жауап бар ма? Екінші участок айтыңыз. Өзі автомат түрде бізге ауысып кетті, дұрыс таптыңыз жауабын. Келесі сұрақ, ирек өзекке түскен молекулалардың қанға бармай тұрып шоғырлану қалай аталады? Айтыңыз, төртінші участок. Нефрон ішіндегі абсорбция. Келесі біз соңғы сұраққа жетіп қалдық. Сұрақ бізде қанды зиянды заттардан тазартуға жауап береді? Бірінші участок. Анар, жауап беріңіз. Қазір көрейік. Дұрыс екен. Осымен біздің ойынымыз аяқталды. Группа келесі бізде тапсырма, топтық тапсырма Edu Каплей платформасында. Бастаймыз ба, дайынсыздар ма? Олай болса кеттік. Ең бірінші сұрағымыз. Гепатоменалды синдром дегеніміз не? Бауырдың зақымдануы. Басайық. Егер дұрыс жауап болса, сіздер жасыл жапырақтың үстіне секіресіздер. Егер жауаптарыңыз қате болса, суға кетесіздер. Үлгердік па? Келесі сұрақ. Бүйрек жетіспеушілігінің негізгі себептері неде? Нормадан ауытқу. Көрейік. Дұрыс болды. Адам бүйрегінің салмағы қанша грамм? 150 грамм. Дұрыс. Қай кезде бүйрек жетіспеушілігінің белгілері байқалады? 89% нефронды жоғалтқанда. Келесі. Бүйректі трансплантациялау дегеніміз не? Трансплантация. Бірінші участок қандай болды? Екінші денеге салу. Дұрыс. Трансплантациялаудың артықшылығы неде? Өмірдің ұзақтығы. Дұрыс. Сіздер суға секірмейді екенсіздер, Бүйрек ауыстыруға 1902 жылы қандай адамның бүйрегі қолданылды? Яғни қайтыс болған адамның. Дұрыс. Тарихын дұрыс оқығансыздар. Қазақстанда бірінші рет донор бүйрегін қолдандың сәтті отасы қай жылы?
1979 көрейік. Дұрыс. Соңғы сұрақ қалды бізде. Гемодиализ кемшілігі неде деп ойлайсыздар? Дұрыс па? Диализге басып көрейік. Дұрыс. Барлық сұрақ дұрыс болды. Группа келесі бізде тапсырма Interactive деп аталатын платформа арқылы жүзеге асырылады. Ол үшін бізге 4 участоктың 4 топ басшысы қажет болады. Бірінші участок келіңіз, топ басшысы. Ақниет келіңіз. Екінші участоктен келіңіз. Оксана келіңіз. Үшінші участок келіңіз. Кім келе жатыр? Жанерке келіңіз. Төртінші участок. Қазір тұра тұрыңыз, мен сізге. Сіз тек ашуға дайын тұрсыз, иә? Төртінші участок келіңіз, Меруерт. Қатар болып тұра тұрыңыздар. Ең бірінші мен сіздерге түсіндіріп өтейін, иә? Бұл қалаған яшықтарыңызды ашасыздар. Ашып болғаннан кейін сұрағыңызды оқып аласыздар. Өзіңіздің тобыңызға барып талқылап, осы сұраққа жауап дайындайсыздар. Дұрыс жауап, яғни қанағаттанарлық жауаптарды осы ұлттық құндылықтарымызды дамыту мақсатында киіз үй әдіс тәсілімен бағалайтын боламыз, иә? 1-ден 10-ға дейін осылай ламинатталған сіздерге тапсырма. Түсінікті ғой, иә? Ақниет қай яшық таңдайсыз? Сіздің сұрағыңызды көрейік. Сұрағыңыз бүйрек трансплантациясы деген не? Тобыңызға барып, тобыңызбен талқылап, жауап дайындаңыздар бірге отырып. Я, Оксана, қай яшық таңдайсыз? Басыңыз. Сіздің сұрағыңыз трансплантациядан кейін шамамен қанша жыл адам өмір сүре алады? Жанерке, қай яшық таңдайсыз? Бүйрек трансплантациясының неше түрі бар? Тобыңызға барып талқылаңыз. Келесі бізде Меруерт, яшық таңдаңыз. Сұрағыңызды оқыңыз. Өлген адам бүйрегін қанша уақыт ішінде қолдану керек? Сұрақ түсініп алып, тобыңызға барып талқылаңыз. Группа келесі бізде үшінші турымыз брейнсторм туры бойынша созылмалы бүйрек жетіспеушілігі, яғни көріп тұрғаныңызда ненің суреті бейнеленген? Пальма ағашы, яғни біздегі бүгін ойынның атауы пальма сандығы деп аталады. Ол үшін сіздерге 18 сұрақ қойылады. Осы 18 сұраққа жауап бергенде сіздерге алтын сандық ашылатын болады. Дайынсыздар ма сұраққа жауап беруге? Бірінші сұрағымыз зәр шығару механизмін түсіндіріңіз. Екінші сұрақ, яғни question деген бізде бұл сұрақ, яғни осылай сіздерге 18 сұрақ беріледі. Олай болса кеттік сұрақтарға жауап береміз. Сізде соңғы question 18, яғни 18 сұрағымыз сұрақ созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің белгілерін атаңыз. Айша, атаңыз. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің негізгі белгілері неме болып табылады? Дұрыс, отырыңыз. Енді көрейік, бізде алтын сандығымыз ашылады ма екен? Ашылды. Сабағымызды қорытындылау мақсатында Mentimeter платформасын пайдаланатын боламыз, яғни menti.com. Яғни бұл жерде сіздерге сұрақ берілді. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Бұл сайттың сілтемесі сіздерге WhatsApp желілеріңізге жіберілді. Телефондарыңызбен ашып жауап бере қойыңыздар.